Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 39-шы сабақты талқылайық. Сабақтың тақырыбы сағаттың шығу тарихын зерттеймін. Тура және ауыспалы мағыналы сөздер. 9-шы жаттығу жұмбақты оқып шешуін тап. Таңдайы тақ-тақ, талмайтын неткен жақ. Bir өзінде екі тіл сөйлемейді, бірақ. Жұмбақтың жауабы сағат. Және төмендегі тапсырмаларды орындайық. Жұмбақтағы қарамен жазылған сөздер жақ, тіл және таңдай. Жақ. Жұмбақта жақ сөзін поэтикалық мағынада нәттеген, керемет жағы дегенде қолданған. Ал екінші сөз тіл. Bir өзінде екі тіл, сағаттағы екі тілді, сағат тілі мен минут тілі. Мұнда тіл көрсеткіш деген мағынада. Үшінші таңдай. Жұмбақта таңдайы тақ-тақ, сағаттың тоқтаусыз тақ-тақ еткен дыбысы ретінде алынған, ал сөздің негізгі мағынасы адамның таңдайы, тіл ауыз бөлігі. Екінші тапсырма, тіл сөзі қандай мағыналарда қолданылады? Бірінші, адамның сөйлеу мүшесі, мысалы тілін тістеп алды деген сияқты. Екіншісі, сөйлеу құралы, тілдер, мысал қазақ тілі, ағылшын тілі, орыс тілі деген сияқты. Үшінші, заттың бөлігі, ұшы, сағат тілі, найза тілі, пышақ тілі. Үшінші сұрақ, сағат не үшін керек? Сағат уақытты өлшеу және реттеу үшін керек. Ол адамдарға сабаққа, жұмысқа, кездесуге уақытында баруға көмектеседі балалар. Төртінші сұрақ, суреттер бойынша сағаттың шығу тарихын болжа. Суреттерге қарайық. Бірінші суретте құм сағаты, ол ең көне түрі. Екінші, ол қабырға сағаты, кейін шыққан. Үшінші, қалта сағат, адамдар өзімен бірге алып жүрген. Төртінші, қол сағат, кейін пайда болған ыңғайлы түрі, яғни қолға тағып жүреді. Бесінші, оятқыш сағат, адамдарды уақытында тұрғызу үшін. Алдын ала уақытын белгілейміз және сол уақытта өзі шылдырайды. Алтыншы, телефон сағаты, қазіргі заманның электронды сағаты болып табылады. Бесінші, отбасы мүшелері мен өзін қолданатын сағат. Әкем қол сағатын тағады, анам телефоннан қарайды. Мен көбіне телефондағы сағатты қолданамын. Балалар, сендер қандай сағатты қолданасыңдар? 10-шы жаттығу, берілген сөздер тобын пайдаланып сөйлем құрап жаз. Алтын уақыт, алтын сағат. Және төменде берілген тапсырмаларды орындайық. Бірінші сөйлем, алтын уақытты босқа өткізбеу керек. Екінші сөйлем, алтын сағат әр адамның қадірлі уақыты сияқты. Екінші сұрақ, алтын сөзі қандай мағынада қолданылып тұр? Мұнда алтын сөзі тікелей металл емес, ауыспалы мағынада қымбат, бағалы, өте маңызды дегенді білдіреді. Яғни алтын уақыт, бағалы уақыт, алтын сағат, қымбатты, ерекше сағат. Үшінші сұрақ, алтын уақыт деген неліктен айтады? Өйткені уақыт адамның өміріндегі ең қымбат нәрсе. Уақыт кетсе қайта келмейді, сол себепті оны алтын уақыт деп атайды. Төртінші сұрақ, өзің уақытты қалай пайдаланасың? Мен, мысалы, уақытымды дұрыс пайдалануға тырысамын. Таңертең сабақ оқимын, түсте үй жұмысына көмектесемін. Ал кешкі уақытта кітап оқып демаламын. 11-ші жаттығу, тиісті тыныс белгісін қойып өлеңді көшіріп жаз. Жаз көрпені, кісі күт, қонақ келсе үйге құт. Жаз әріпті, сандарды, жазу өнер сындарлы. Екінші тапсырма, қарамен берілген сөздердің мағынасын түсіндір. Жаз сөзі өлеңде екі түрлі мағынада қолданылған. Бірінші, жаз маусым, жыл мезгілі. Жаз көрпені, кісі күт, яғни жаз мезгілінде қонақ күту, үй таза болсын деген мағынада. Екінші, жаз ол етістік, жазу. Жаз әріпті, сандарды, яғни қаламмен жаз деген мағынада айтылған. Үшінші сұрақ, өзің үйге келген қонақты қалай қарсы аласың? Мысалы, мен үйге қонақ келсе, мен жылы жүзбен қарсы аламын. Ата-анама дастархан жаюға көмектесемін. Қонақпен амандасып, оларға
орын ұсынамын. Ал балалар, сендер не істейсіңдер? Жарайсыңдар. Біздің сабақ аяқталды. Тапсырмалар түсінікті болса, сау болыңдар балалар. Менің келесі видеомды көру үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.